Халықаралық көрме бюросының ұйымдастыруымен 2017 жылы Астана қаласында экспо көрмесі өткен болатын. 10 маусым мен 10 қараша аралығын қамтыған болатын. 3 айға созылған экспо көрмесіне 3 миллионнан астам қонақ келді. Ендеше бүкіл әлемнің назарында болған экспо көрмесі бүгін сіздердің назарларыңызда. Экспо 2017 көрмесі ТМД елдері мен Орта Азия аумағында өткен ең алғашқы халықаралық деңгейде өткен көрмеге айналды. Экспо көрмесі бұрын сонды көрмеген туыстарды көрсетті. Керек десеңіз, Семізбай көкем де келді, ода жауылды. Экспоның арқасында Астанадан көріп болды. Мұндай ауқымды шараны еліміздің Астанасында ұйымдастыру туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынды. Экспо 2017 көрмесінің иесі 2012 жылдың 22 қарашасында Париж қаласында Бас Ассамблеясының 152 сессиясы барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша Астана үшін 103 мемлекет дауыс берген. Құрметті достар, біз қазір экспо көрмесінің туристік аймағының ең маңызды нысаны Нұр Әлем павильон мұражайының бірінші қабатындамыз. Бұл қабат екі маңызды аймаққа бөлінген. Нұр Әлем павильонында сіздерге көрсеткіміз келетін, айтып жеткізгіміз келетін мәліметтер өте көп, құрметті достар. Соның біреуі мына бір реактор. Бұл реакторда бірақ түсіну өте қиын. Тура бір менің қызымның мінезі сияқты. Бірақ менің қызымның мінезіне қарағанда бұл реакторды түсіну оңайырақ. Шынымен. Нұр Әлем музейіне қош келдіңіздер. Экскурсиямыз қонақжайлық қабырғасынан басталады. Көріп тұрғаныңызда, яғни металл элементтерді біз түртетін болса, осындай әдемі анимациялық көрініс көрсетіледі. Мысалы, қазақ, қонақ қаде, ауыз тию, ерулік, ат мінгізіп шапан жабу, бел көтерер, қалау сияқты салт дәстүрлерімізді жалпы көрсетеді қонағымызға. Ұлттық павильонымыздың тағы да бір ерекшелігі, біздің 4 жыл мезгілін көре аласыздар. Алтай тауларынан Маңғыстаудың үстірт даласы мен Сарықан жазық даласынан Іле Алатауына дейін. Және проекцияның соңына қарай біздің қасиетті ағашымыз бәйтерекке байланысты аңызды тамашалай аласыздар. Ал павильонның екінші қабатында су энергиясының таныстырылымы, судың көмегімен энергия алу процесін
көрсететін бөгеттің көркем инсталляциясынан бастау алады. Қазір біз екінші қабат су энергиясы қабатындамыз. Энергия алып болдым. Кеттік, жалғастырайық. Біз қазір үшінші қабат кинетикалық энергия қабатындамыз. Кинетикалық энергия дегеніміз қимыл қозғалыс энергиясы. Құрметті достар, біз қазір Нұр Әлем павильонның 3-ші қабатындамыз. Дәл менің артымда тұрған энергия дөңгелегі. Қазір сіздерді жақынырақ таныстайын. Елордамыздың ең үздік акробаттары дәл осы жерде осы павильонға келген қонақтарға осындай керемет қойылым көрсетеді. Бұл энергия дөңгелегі әсерлі шоуы кинетикалық энергияның керемет қуатын көрсетеді екен. Міндетті түрде келіп тамашалаңыздар. Құрмет көрермен, егер де сіз әлі Астана қаласындағы экспо көрмесін тамашаламаған болсаңыздар, міндетті түрде келіп, 3-ші қабаттағы мына бір керемет анимацияны көруге міндеттісіздер. Өйткені бұны көрмеу менің ойымша үлкен қателік болып табылады. Құрметті достар, Нұр Әлем павильонның барлық қабаттарында осындай роботтар орналасқан. Біз қазір жақынырақ танысып, тілдесіп көрейік, не айтады екен, не біледі екен жалпы. Привет! Красавчик. Рад вас видеть. Ассалам. Я Ньютон, и на меня только что упало яблоко. Это под названием кинетическая Есімім энергия. Ньютон. Удивить вас Меня зовут новейшими Шыңғыс. открытиями. Ну что, поехали? Станцуй! Билетсе. Менен қатты билей алмайды екен бәрібір. Бірақ күшті өте. Бұл роботтың көптеген қырлары бар. Сіздерге жалпы экспо көрмесі жайлы керемет мәліметтер айта алады. Бірақ орысша сөйлейді екен бір қызығы. Қазақшасы да бар, келесі қабаттарға шығып көрейік.
болашақта біз дәстүрлі отын түрлерінен бас тартып, биомасса шикізат көздерімен үйімізді жылытып, көліктерімізді қозғалысқа келтіре аламыз. Ал енді сіздерді біздің ұлттық ғылыми биотехнология орталығының бірнеше жобаларымен таныстырайын. Оның бірінші жобасы биоцементтеу жобасы болып саналады. Қазақстанның жалпы 58% шөлейтті аймақтардан тұрғандықтан біз кәдімгі құмды әбден пайдалануымызға болады құрылыста. Мысалы, кәдімгі құмға арнайы биоцемент бактериясын салу арқылы біз кәдімгі цементтен 9 есе арзан цементті аламыз. Деп істейінші, брат, қодат. 4-ші қабат биомасса энергиясы қабаты. Дәнді дақылы биомасса көзін қамтитын, күн энергиясы қоймасын ұсынатын жасыл көріністі алаң сияқты. Бесінші деңгей – жел энергиясы. Жел энергиясының көрінісі желдің әр түрлі жылдамдығын көрсете алатын жел аллеясының экспозициясынан басталады. Ал енді біз қазір 5-ші қабат жел энергиясы қабатындамыз. Қабаттың ерекшелігі неде? Мұнда өмірде пайдаланып жүрген жаңа жел энергетикасындағы проекттер көрсетілген. Соның бірі Vortex Blades. Егер жақынырақ келсек, көрсетейін сіздерге. Жел болған күндері бұл құрылғы қозғалысқа келіп, әрбір вибрацияны ауа ағынын электр энергиясына айналдырады. Қанша вентилятор деймді, қанша жел соғатынадан. Бірақ бізді астаналықтарды желмен таңғалдыру қиын ғой. Сыртқа шығып көріңдерші. Шалқып көңіл шатты қиылсын, әсем әуен тәтті күйімсің. Көңіліме түрлі ой салған, до ре ми фа соль ля симсің. Көңіліме түрлі ой салған, до ре ми фа соль ля симсің. Біз қазір Нұр әлемнің 6-шы қабатындамыз. Бұл деңгей күн энергиясы деп аталады. Мұнда келушілерге ежелгі өркениеттен бастап заманауи озық технологиялардың көмегімен күн энергиясы пайдалану тәсілдері көрсетілген. Серуенімізді күн энергиясы қабатымен жалғастырайық. Артымызда күннің инсталляциясы. Серуенімізді күн энергиясы қабатымен жалғастырайық. Артымызда күннің инсталляциясы. Мұнда қонақтарымыз күн сәулесінің жерге саяхаты 3D анимациялық шоуын тамашалай алады. Мұнда күнмен және жерге байланысты фактілермен танысып, соңында тесттен өтеді. Артымызда жалпы үлкен жарылыс теориясы көрсетілген, ғаламның қалай пайда болғаны.
көктегі планеталарды және сонымен қатар энергияның барлық альтернативті түрлері көрсетіледі. Қазір біз ғарыш энергиясы қабаты, яғни 7-ші қабаттамыз. Мұнда сіздер өздеріңізді ғарышта болғандай сезіне аласыздар. Планетарияға кіріп, үлкен жарыс теориясын тамашалайық, яғни ғаламның қалай пайда болғаны туралы көрсетіледі. Құрметті достар, егер де сіздер де бала кездеріңізде мен сияқты космонавт болуды, ғарышқа ұшуды армандаған болсаңыздар, міндетті түрде Астана қаласындағы Экспо көрмесінің Нұр әлем павильонының 7-ші қабатына келіңіздер. Ғарыш энергиясына келіп саяхаттасаңыздар, тіпті өздеріңізді ғарышта жүргендей сезінесіздер. Жүріңіздер, саяхаттап қайтайық. Қазір біз осы монитор арқылы ғарышқа саяхат жасап қайтамыз. Өзімізге қажетті мәліметті осы жерден біле аламыз. Бұның бір ыңғайлы жері, керемет жері үш тілде. Қазақ, орыс және де ағылшын тілінде біле аласыздар. Мысалға мен қазақ тілін таңдаймын. Бастау. Міне қараңыздар. Мұхитта қозғалу үшін жел күшін пайдаланатын желкенді кеме сияқты ғарыш кеме Сиби. Күн жарығының және жұлдыздан таратылатын және күн жүйесінің сыртқы шекараларына дейін жететін зарядталған бөлшектер мен фотондар ағыны болып табылатын күн желінің арқасында ғаламды шарлай алады екен. Көрдіңіздер ме, қандай керемет мағлұматтар бар. Егер де сіз Галактика сақшылары фильмін көрсеңіз, осы жер сіздерге таныс болу керек. Менің ойымша бұл кез келген әлемдік кинотуындылардың ғарыш кемелерінің біріне ұқсас. Егер де сіздер ғарышқа аттануды ұйғарсаңыздар, ғарышқа ұшқыларыңыз келсе, өздеріңізбен осындай арнайы тағамдарды алып кетулеріңіз тиісті. Мына жерде арнайы тағамдарды қойып қойған екен, келіп тамашалауға болады. Магнит үстелі және Агротек компаниясының ғарыш тамақтары дейді. Астронавттардың ішіп жейтін тамағы. Микрогравитация жағдайында жұту мүмкіндігі әлі белгісіз болған кезде 20-шы ғасырдың ортасында басталған үздіксіз дамудың нәтижесі дейді. Бір қызығы, қымбатты достар, қазіргі таңда тек қана арнайы тамақтар емес, осындай құрылғы арқылы өзіңізге ұнайтын кез келген кофе түрін ішуге болады екен ғарышта. Сосын, құрметті достар, егер ғарышқа ұшатын болсаңыздар, мынаны ұмытпаңыздар. Міндетті түрде ғарышқа ұшқан адам 2 сағат бойы осылай өзін белінен тросқа байлап қойып, жүгіретін жолақпен 2 сағат жаттығу жасау тиісті. Одан астам жасауға болмайды, өйткені ғарышта сүйектер сынып кетуі мүмкін. Және де ұйықтау үшін 5-6 сағат бөлу керек. Одан астам ұйықтауға болмайды екен. Ұмытпаңыздар. Нұр әлем павильон мұражайының негізгі экскурсиясы 8-ші қабаттан басталады. Ал 8-ші қабат осы шыны мостынан бастау алады. Егер де сіздер биіктіктен қорқатын болсаңыздар, және жүректеріңіз әлсіз болса, шықпай қойғандарыңыз дұрыс. Мен өзім қорқам, бірақ қазір көрейін. Қараңыздар.
әлем шарлаған. Билет таңдана мың боралған бірге барғала. Биле ламбада тізілі барғала, шаңғыртып мен шырқап салайын. Биле ламбада бой жеткен бозбала, өзгерген қазақша сөз ғана. 8-ші қабатқа экскурсиямызды Шыны көпірден бастаймыз. Жалпы Шыны көпір қонақтардың арасында танымалдыққа ие. Шыны көпіріміз 7 тоннаға дейін көтереді. 4 қабатта әйнектен жасалған. Нұр әлем музейіне келген қонақтарымыз 8-ші қабатқа көтерген кезде оларға осындай әдемі сол жағалаудың панорамасы ашылады. Және сонымен қатар бинокль арқылы біздің қаламызды жақыннан тамашалай алады. Артымызда 2050 инсталляциясы. Жалпы инсталляцияның негізгі мақсаты қаламыз болашақта қандай бағытта дамиды, соны толығымен түсіндіреді қонақтарымызға. Мысалы, ең бірінші бағытымыз бізде жасыл аймақтар, екінші бағытымыз сәулет, үшінші бағытымыз ақылды қала, төртінші бағытымыз Астана Топи және соңғысы мобильділік. Экспо 2017 көрмесінің болашақ энергиясы тақырыбына ең үздік әлемдік энергия сақтау технологиясын күн, жел, теңіз, мұхит және материалды су тәрізді бар баламалы энергия көздерін пайдалануда және әзірмелер мен технологияны пайдалануға мүмкіндік береді. Астана осы саладағы ең үздік әлемдік әзірлемелер мен трендтер көрсету үшін тиімді алаңға айналды. Көрме сондай-ақ елдің өндірістік қуаты мен ғылыми базасын технологиялық жаңғырту және экономиканы жүйелі әртараптандыру үшін қуатты серпін берді десек те болады. Мұндай ауқымды іс-шараны өткізу шағын және орта бизнестің дамуына елеулі серпін берді. Экспо 2017 көрмесін өткізу кезінде Қазақстанның астанасы әлемнің түкпір-түкпірінен келген түрлі мәдениеттер үніне толады. Көрменің аумағында күн сайын концерттер, шоу, ұлттық күндер және өзге де ойын-сауық іс-шаралары өткен болады. Міне құрметті достар, осымен біздің экспо көрмесінің Нұр әлем павильонына арналған 8 қабатты саяхатымыз өз мәресіне жетті. Егерде елордамызға келетін болсаңыздар, міндетті түрде келіп тамашалаңыздар. Бүкіл әлемге елордамызда елімізді танытқан керемет туынды. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қожабеков. Астананы бірге жағалайық.